Ассалаумалейкум қазақ елі. Мен бүгін мынау депутат Жаңбыршин халық депутаты, парламент депутаты жағы Эйр Астананың басшысына Фостерна мы тебе не аборигены, сен нақ күліп отырсың бе, сені бүйтеміз сөйтеміз дегеніне өзім сөз айтайын деп едім. Мен Фостерге қосыламын, ол біліп отыр ғой, күліп отқан, нақ күліп отқан. Менің ойымша, пікірім ойымша. Ол күліп отқан ой мынандай, о бейшара сорлы. Беске білесің ғой сен, біз міне жерде істеп атқанымызды бәрін ашын көтеріп атқан жоқпыз анау самолеттің бағасын, бәрін доляға кіріп отыр. Если біз доляға кіріп, билікте отырғандармен бөліспесек, бір күнде істеткізбейтін еді бізді. Деп күліп отыр ғой. Нағыз артист болыпсың ғой сен өзің, халық депутаты болып. 200 миллион теңге ақшаны аласың, тек қана өзің қубасыңды ойлап, самолетпенен бағаларды нақ көтересің, келгеннен кейін ақша билетті артынша тезірек бермейсің деп, соны өзің қубасыңды ойлап отырсың деп. Халықты ойламайсың деп, халық жағдайын. Ары кетсе 120-200 мың теңге айлығын алады, мынандай қымбатшылық, еттің басқа карточканың өзі қандай баға, квартирлер Американ квартирлерімен бірдей болып кетті. 4-5 мың доллар алатын Американың етінен де қымбаттап кетті, продуктын да қымбаттап кетті. Өйтіп ойламайсың. Ол күліп жатыр ішінен. Керек болса мен сен бірақ күнде көзіңді құртам, сен бірақ күнде алдыртып қалсам, айтсам басшыларыңға, кіммен мен істеп отқанымды деп күліп отыр. Сен нағыз Чарли Чаплин болыпсың ғой. Нағыз Борат Сагдиев болыпсың ғой дегенде күліп отыр деп ойлаймын мен пікірім. Халықты мынау уличный, даже халыққа көшеде сатқызбай қойдыңдар ғой. Мынау Южный Корея бар, экономикасы күшті. Турция бәрі уличный торговцы нақ он депутаттар тек қана біздің супермаркеттерден сатып алса, біз байы берейік. Халық полиция бар, КМБ бар, байтеміз, сөйтеміз деп ұстап отырған адамсыңдар. А сіздер қубасыңды ойлап, тек қана самолет өзіңкін не қылып деп ойлап атсыңдар деп күліп отыр ол. Біз абориген емеспіз деп. Аборигендер қайта жақсы аборигендердеріне жаматсыңдар. Аборигендер баяғыда импичмент беретін еді. Баяғыда мына өкімет кетсін деп импичмент беріп не қылатын еді. А сен міне жерде 200-ді болып, артист болып отырсың, сол үшін мен күліп отырмын деп күліп отыр. Мынандай қымбатшылықта. Квартирдің бағасы анау ұшып баратыр. Нақ қымбаттап отыр. Олар доляда отыр. Билікте отырғандар мен бағасын көтеріп өлгенше. Пенсионның ақшасын бөлді. Солар үшін халықты ойламайды. Солардың бизнес тоқтап қалмасын деп. Атом, электростанция соғамыз деп, өзбекке, корейске, индусқа, әркім бір международный проходимцтерге байлығын бәрін беріп қойды. Ресейге жерімізде қалаларды беріп қойды, полигондарды беріп қойды, атомды беріп қойды, темір жолдың бәрін беріп қойды, орыс мектептерді ашайын деп атымыз, оларға нақ қарсы шықпайсыңдар деп күліп отыр ғой ол. Артист 200-ді. Халықтың жағдайын ойламайсың ба деп күліп отыр ғой ол. Керек болса мен сен бір күн отырғызбай ұшытқызып жіберем мынау жұмысыңдар деп күліп отыр сен. Өзің қубасыңды ойлап деп күліп отыр. Мен қосылам ол күлген, ол күлген дұрысын. Халық жағдайына ойламайсың, бір айтыңдар ма сендер? Производство, ауыл шаруашылық бәрі өлтірілген, енді міне жерде кеп, тек қана самолеттің бағасы проблемы болыпты ғой. Сол үшін күліп отыр ол. Билет тапсырған кезде біз қарайған штраф төлейміз. Күлетін ештеңе емес ол. Сіз күлмеңіз. Сіз бізді менсінбей отырсыз. Осы жерде отырып алып. Біз сізге абориген емеспіз Африкадағы. Ештеңе түсінбейтін. Ойнамаңыз. Ондай күліп бізді менсінбей. Бұл парламент. Бұл халықтың өкілі осы жерде отырғандар бәрі. Халық сайлаған.
Нақ реформа жасамайсыңдар деп аны үстінде отырған Тоқаевқа нақ ондай ұсыныс бермейсіңдер. Сотқа, прокуратураға, полицияға, КМВ-ні нақ халықты бүйтіп қинай бермеңдер деп нақ сондай сендер ұсыныс жасамайсың. Нақ сендер осындай импичмент бермейсіңдер деп күліп отыр ғой Фостер. Оның бәрін біліп отыр беске. Сіздер кім екен, ішіне қандай артист болып кеткенсіңдер деп ойлан күліп отыр.